Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылар неше түрлі болады. Хәм талаптың өзі де түрлі. Хәм сол талаптардың қайсының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Ләкин адам баласы я талапта, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтығыны болмайды. Әрнешік орынсыз ба, орынды ма, бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Аның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзім менен серіктес сырлас осылар бәрекелдідер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына кәдір іздеп, сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазық жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай ит те болса, малдыны сөг алмайды деп. Бұл мәл хәм пайда, хәм қасиет болады бойма дейді. Мұнысы рас қазақтың өз құлқына қарағанда. Бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түңіл, көңіл жиркендірет ұғыныс. Осыған орай біреу қажек атанамын, біреу батырек атанамын, біреулер білгіш қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа бұлдамақта болып, басына осының бір сыпыра елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайттаға, мұнан алып келіп берсе қымбат алғандай екен. Осы күнде мұна бірістің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Аның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер. Көкіректі дым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр? Ішінде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, ұмтылған талап екенін білерсің.